Сонымен предтест бірінші сұрақ. Пропорция берілген. Бұл пропорцияны шығару үшін біздер шеткі мүшелерін көрсетіп қойдық, сосын ортаңғы мүшелерін көрсетіп қойдық. Шеткі мүшелерінің көбейтіндісі, яғни 3/2 көбейтілген 12/5 тең болу керек ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне, яғни 8 көбейтілген 5х-қа. Түсінікті ма? Енді ешнәрсені көбейтпеймін. Уақыт алып керек емес. Мен мына 3/2 көбейтілген 12/5 дегенді жазып қоямын да, мына жақта егер де x-тің өзін қалдыратын болсам, бізге конфигурация соңында x-ті табу керек қой. Мына 8 пен 5-ті не істеймін? Астына бөлінген 8 пен 5 деп жазамын. Өйткені ол мына оң жағында x-қа көбейтіліп тұр, сол жағына бөлініп барады. Жақсы ма? Түсінікті ғой да? Ешкім ешнәрсе алаңдамайды, ешкім шум шығармайды, просто қарап отырады и тыңдайды. Просто пропорция түрінде шығару білмеймін. Осылай пропорция осылай шығарылады. Енді үтірден кейінгі цифрларды санаймыз. Мына жерде бір цифр, мына жерде тағы да бір цифр. Сонда үстінде екі цифр бар екен, дұрыс па? Ал астында цифрлар жоқ. Бірақ та мен мына 8 дегенді бүйтіп жаза аламын ғой. 8/0 деп жазсам, ол то же самое 8 деген сөз. Мына 5 дегенді 5/0 деп жазсам, то же самое 5 деген сөз, дұрыс па? Енді үтірден кейінгі цифрлардың саны үстінде де екеу, астында да екеу болды ма? Значит, x-ті табу үшін мен мыналарды үтірлеп алып тастап жазсам болады. 32 көбейтілген 125 бөлінген 80 көбейтілген 50 болып қалады сонда. Үтірлерді просто алып тастай салуға болмайды. Үтірден кейінгі цифрлардың санын санайсыңдар да, сосын барып алып тастайсыңдар. Түсінікті ма? Енді 125 және де 50 сандары қысқарады 25-ке. 125-ті 25-ке бөлсек 5, 50-ді 25-ке бөлсек 2. 2 мен 32-ні қысқартсақ 16 болады. 16 мен 80-ді қысқартсақ 5 болады. Енді мына 5 пен мына 5-ті қысқартамыз, сонда ешнәрсе қалмайды. Бұл дегеніміз 1 деген сөз, дұрыс па? Бұл есептің жауабы 1-ге тең. Түсінікті ғой да? Не істедік? Екі шеткі мүшелерін көбейттік, екі ортаңғы мүшелерін көбейттік, сосын x-ті қалдырып, мына қасында көбейтіліп тұрғанда астына бөлу ретінде жібердік. Үтірден кейінгі цифрларды санаймыз, бірдей қылдырамыз, үтірлерді алып тастап, қысқартуды орындаймыз, тек қана болды. Түсінікті ма? Келесі, екінші есеп. Қазір соңында уақыт беремін, сендерге көшіріп алуға немесе бір нәрсе жасауға отырайын. Так, екінші есеп мынандай екен. Тоже 2x қосылған 3 бөлінген 11/3 тең болады 16-дан 7 бөлінген 17-ден 5 дейді. Так. Сонда мынау негізінде қарапайым пропорцияның тоже есебі. Просто қараңдаршы, мына жерде мына 3/2-ні а деп ойласаңдар, мынаны б деп ойласаңдар, а бөлінген б тұр, дұрыс па? Мынаны с, мынаны д деп ойласаңдар, мына жерде с бөлінген д тұр. Қараңдар. А бөлінген Б тең С бөлінген Д деп тұр ғой негізінде. Просто А-ның орнында 3/2 тұр, Б-ның орнында мына 8 тұр, С-ның орнында полный 5х тұр, Д-ның орнында 12,5 деген тұр. Мен бірақ мына А бөлінген Б дегенді бүйтіп таба аламын. Дұрыс па? А бөлінген Б. Мына С бөлінген Д-ны былай ала аламын. Екеуінің арасында тең бар. Сонда былай жаздым не, екеуінің ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді қараңдар, мына жерде жаңа А менен Д көбейтілетін болды ғой, сосын Б менен С көбейтілетін болды. А менен Д екі шеткі мүшесі көбейтіледі, ал мына жерде А мен Д көбейту үшін былай көбелек әдісін қолданамыз, дұрыс па? Көбелек әдісі. Тоже қараңдар, А мен Д көбейтіледі, мына жақтағы екі шетіндегі сияқты. Б мен С көбейтіледі, міне ортасындағы сияқты, дұрыс па? Көбелек әдісі, но неге көбелек әдісі деп аталады? Потому что бүйтіп істесең көбелек жасайды, да? Енді мына жерде А мен Д-ны көбейтіп, Б мен С-ны көбейттік. Содан кейін, например, А-ны табу керек болса, мен не істеймін? Б-ны С-ға көбейтіп, Д-ға бөлем. Дұрыс па? А белгісіз болса, мына екеуін көбейтемін да мынаған бөлемін. Б белгісіз болса, мына екеуін көбейтіп, мынаған бөлемін. С белгісіз болса, А мен Д-ны көбейтіп, Б-ға бөлемін.
Ал d-ны табу үшін не істейді екенмін? Домен сырны көбейтіп, аңға бөлеміз. Аңға бөлеміз. Дұрыс па? Мынау белгісіз болса, онда мына екеуін көбейтіп, мынаған бөлеміз. Енді қараңдар, сендерде белгісіз нәрсе ол x, мына жерде тұр, қараңдар. Значит, 2x қосылған 3 деген ол қосылып 5x болып кетпейді ол. Так, себебі біреуі әріп төрнек, біреуі сан, екеуі қосылмайды. Типа 2 карандашқа 3 деген санды қоссаң, 5 карандаш болып кетпейді. Дұрыс па? Сондықтан екеуі екі түрлі нәрсе, ол қосу ретінде осылай қалады, екеуі қосылмайды. Егер де 2x қосылған 3x болса, сол кезде 5x болады. Так, мына жерде a-ны табу үшін мен b-ны с-ға көбейтіп d-ға бөлемін ғой. Дәл солай менің x-ім мына жерде орналасқан, сондықтан полный жазам 2x қосылған 3-ті табу үшін мен мынаны мынаған көбейтемін да, мынаған бөлем деп жазамын, дұрыс па? Сонда 11,7-тен 3-ті мынаған көбейтіп атқан кезде сразу давайте бұрыс бөлшек айналдырып жазайық. 11,7-тен 3 қалай болады? 7-ден 80 болады. Себебі мынаған көбейтсем 77, қоссам 3-ті 80 болады. Көбейтілген 16-тан 7 и бөлінген мынау болады. Значит, көбейтілген деймін да мынаны бөліп айналдырып жазамын, дұрыс па? Себебі бөлінген 17-тен 5, значит, көбейтілген 5-тен 17 болады. Түсінікті ма осы жерге дейін бәрін? Бәрін түсінесіңдер ма? Түсінесіңдер ма? Не істедік? Мынаны жаздық, міне. Мына екеуін көбейтем, міне көбейтіліп тұр. И мынаған бөлу. Просто бөлу дегеннің орнына көбейтуді жазатын болсам, менде ол бөлшек айналып 5-тен 17 болып кетеді, дұрыс па? Қараңдар, 7 мен 7 қысқара ма? 16 мен 5-ті көбейтсек 80 болады ғой, дұрыс па? Значит, 80 менен мына 80-ді қысқартып жіберемін, тек қана 17-ның өзі қалады, көрдіңдер ма? Сонда 2x қосылған 3 тең 17 деген мағынаны білдіреді. Значит, 2x-ім 14-ке тең, x сонда 7-ге тең. Түсінікті ма? Сонда 7 шыққа, типа, қаттыңыз біз. Түсінікті ма? Болды, осылай екінші есеп шығармыз. Ол анандай қылық, ол осы есеп көзден қараған кезде қиын сияқты ма? қиын сияқты болып тұрады да, ал шығарған кезде оп-оңай. Мен папам солай айтқан. Барлығы сондай ғой, барлығы сондай. Так. Не сесіне жазып алсыңдар ма? Давай. Жазып алыңдар бар. Не, лучше. Бол. Или давайте мынаны қазір мен видеоны жасаймын ғой. YouTube-қа мы жерге салып қоямын, сол жақтан қарарсыңдар, иә? Сол жақтан жазып аласыңдар. Қараңдар, сендер жазып боламын дегенге дейін уақыт кетіп жатыр просто ше. Беріп. Мен айтамын өзім. Менде YouTube жоқ. Соңында айтамын, тұра тұрыңдар. Мен сіздің YouTube. Қараңдар, үшінші есеп мынандай. Есепті бірінші оқиын, елестетеміз не болып жатқанын. 168 метр матадан 48 көйлек тігіледі. 112 метр матадан қанша көйлек тігіледі? Бұл қандай есеп? Қандай тақырыпқа арналған? Санның бөлімін алды. Қайта пропорция. 168 метр матадан 48 көйлек тігіледі. 112 метр матадан қанша көйлек тігіледі? 168. Қандай пропорция? Тура пропорцияға байланысты. Өйткені біздің қараңдар, бірінші билет 168 метр мата. Бұл матаның ұзындығы, дұрыс па? Осыншама матадан 48 көйлек тігіледі. Ал 112 метр матадан қанша көйлек тігіледі дейді. Бұл жерде пропорцияға арналған есеп. Қандай пропорция? Бізде екі ғана пропорция бар. Немесе тура, немесе кері болу керек. Дұрыс па? Бұл жерде тура пропорция. Өйткені матаның ұзындығы азайып жатса,
біздің көйлектің саны тоже азаяды. Азаю болса, онда тура болады. Ал егер де бір нәрсе азайып жатқан кезде екінші нәрсе көбейетін болса, онда біздің пропорциямыз кері болады. Мысалға, қалай түсінесіңдер сіздер? Бір нәрсе азайып жатқан кезде екінші нәрсе көбейеді. Мысалы, уақыт пен жылдамдықты алсақ болады, дұрыс па? Мысалға, біздер жылдамдығымызды жайлататын болсақ, жай жүретін болсақ, көп уақыт кетіп қалады. Мысалға, мен мектепке жаяу барған кезде, типа, менің көп уақытым кетеді. Ал егер мен тез жүретін болсам, уақытым аз кетеді. Ол кері болады. Бұл жерде кері пропорция. Немесе бүйтіп жүретін болсам, ертең жетемін деген сияқты, да? Сондықтан кері пропорция мен тура пропорцияны шатастырмаймыз. Есепке қараған кезде сразу байқау керекпіз. Мынау тура пропорция, мынау кері пропорция деп. Бұл жерде тура пропорция кезінде метод бабочки, дұрыс па? Ал кері болса, ол жақта қандай? Булочка кетеді. Шатастырмаймыз. Значит, мынақты x-ті табу үшін не істейміз? 112-ні бөлінген 168 дейміз. Болды. 168 бен 48-ді 8-ге қысқартып жіберейік, 8-ге. Үстінде 6, дұрыс па? Так, 6 мен 21-ді 3-ке қысқартамыз, 2-де 7 бола ма? 7 мен 112. Аналамыз 1 рет барды, 4 қалдық қалады, 42 7-ге бөлсек 6 болады. Дұрыс па? 16-ны 2-ге көбейтеміз, сонда 32 көйлек деген жауап шығады екен. Түсінікті ма? Вот. Төртінші есеп. Жұмысты 16 адам 6 күнде бітіреді. Осы жұмысты 12 адам неше күнде бітіреді? Жұмысты 16 адам 6 күнде бітіреді. Осы жұмысты 12 адам неше күнде аяқтайды? Вот, кері пропорция. Себебі 16 адам болды. Көбейгенде аз күн, сосын азайғанда көп күн. Бұл жерде кері пропорция болғандықтан бабочка емес, булочка бар. Қараңдар. Булочка деп отқанымыз мынау мен мынау көбейтіледі, мынау мен мынау көбейтіледі. Значит, x-ті табу үшін сендер 16 мен 6-ны көбейтіп барып 12-ге бөлесіңдер. Егер сендер мына жерде байқамай көбелек жасап жүрсеңдер, сендер мынаны мынаған көбейтесіңдер, сосын мынаған бөлетін боласыңдар. Дұрысымен шығып кетеді. Былай жазсаңдар дұрыс болады. Мына мен 60 қарат 2, 16-ны 2-ге бөлсеңдер 8 күн деген шығады. Түсінікті ма? Так, видео кетіп жатыр ма? Дұрыстап қарап жүрейін. О, күшті көрініп тұр екен. Төртеуін шығардық, тек қана 25-тен төртеу. Давайте спидтірам. Бесінші есеп бізде бөлшекке арналған есеп екен. 4,12-ден 5 қосылған 3,4-ден 3 минус 6,8-ден 7 дейді. Тең болады. Бірден қараңдар, тыныштағамыз, ешкім ешнәрсе жазбай, түртшікілерді алып қойды. Тез. Лишний шум шығармаймыз, иығымызға жатпаймыз, қараймыз, отырып, дұрыстап. Денені түзу ұстап, отырып. 4-ті 3-ке қосамыз, неше болады? 7-ден 6-дан жатамыз, 1 болды. 12, 4, 8, ортақ бөлім. 24 ортақ бөлім, дұрыс па? 24-ті 12-ке бөлім, 2, 24 4-ке. 3. Енді қараңдар, мұнау неше? 10-ға 18 қосамыз. Неше болады? 28. Мына жерде? Азайтамыз. Болды. Түсінікті ма? 6-шы есеп. 3,1 6 периодта, азайтылған 2,4 6 периодта жақша жабылады, бөлінген 1,4 деген. Өзім шығарып көрейікші? Жоқ. Қараңдар. Міне, сандары әртүрлі болғанымен структурасы бірдей. Қараңдар, мынау екеуінің структурасы бірдей. Не деген сөз? Бүтін саны бар, үтір тұр. Үтірден кейін бір цифр, мына жерде бір цифр, содан кейін жақшаның ішінде бір цифр, жақшаның ішінде бір цифр. Яғни структурасы бірдейді, бірақ та цифрлар әртүрлі. Мынаны қалай елестетеміз? Бұл дегеніміз 3,1, 6 бесконечно, дұрыс па? Мынау 2,4 6 кетіп жатыр. Осы бір-бірінен азайтылып жатқан кезде просто ойланайық. Мына жақта 6-лар мен 6-лар тұр тек қана. Бір-бірінен азайтылып жатады, яғни
яғни бесконечное количество 0,000 шығып жатады. Дұрыс па? Ана жерде 1-ден 4 алынбайды. 11-ден 4 азайтамыз 7 болады. Мына жерде 3-ден 2 алынбайды, 2-ден 2 алынады. Дұрыс па? 0 болады. Сонда 0,7-0,00 периодта. Бірақ 0 период деген керек емес бізге. Сонда мынаның орнында просто 0,7 шығады деген сөз. 0,7 шығады мына жақшаның ішінде, дұрыс па? Оны егер де сендер қазір білетін болсаңдар да жаңағыдай 3,90-нан қылдырасыңдар да 16 минус 1 деп ше? Иә. Онда да шығады, просто қиындау болып кетеді да, просто иә? Күрелі. Бөлінген 1,4 дейді. Бөлінген 1,4-ті мен мынаның астына жазып жібере аламын ба? Так, үтірден кейін бір сан, мына жерде де бір сан, дұрыс па? Значит, 7 бөлінген 14 деп жазуға бола ма? Үтірден мысалға алып тастап. 2 Дұрыс. 2-ден 1. Немесе 0,5. Түсінікті ма? 2-ден 1 дегеніміз 10-дық бөлшекке айналдырғанда 0,5. Дұрыс па? Все, мынау түсінікті деп ойлаймын. Келесі. Так, 7-ші есеп 0,4 периодта минус 15-ден 4 қосылған 3,4 5 периодта те болады. Мынау қандай сан? Жай бөлшек түрінде? Жай бөлшекке қалай алмастырылады? 9-дан 4. Бұл 9-дан 4. Жақшаның ішінде бір цифр тұр ғой. Значит, астына бір-ақ 9 барады да, үстіне 4 жазылады, болды, 9-дан 4. Мынау, және де мынандай просто анау, екеу бірдей емес. Мынау потому что 10-нан 4 дұрыс па? Мынау периодты 10-дық бөлшек, ол 9-бен байланысты. Жай ғана 10-дық бөлшек болса, ол 10, 100, 1000 дегендермен байланысты болса, мыналар 9, 90, немесе 99, 9 бен 0 бар сандармен байланысты, дұрыс па? Минусты жазамыз, 15-ден 4 қосылған. Мына жерде 3 бүтін, астында неше болады? 90-нан 45. 90-нан болады. Өйткені қара. Қарақатқа Қарақатқа түсінді жүрейін. Ол өйткені болған жоқ қой мына қарақатта. 90-нан. Неге 90-нан? Бірақ мына 9-дан. Потому что қара, үтірдің ішінде, жақшаның ішінде бір цифр бар болса, сол үшін мына 9 беріледі. Мына жақта да бір цифр бар ғой жақшаның ішінде, сол үшін бір 9 бердік. Енді үтір менен жақшаның ортасында неше цифр? Сонша 0 беріледі. Ал мынақта үтір мен жақшаның арасында цифр жоқ, көрдің ба? Сондықтан 0 да жоқ. Түсінікті ғой? Яғни мына жерде 90-нан болғаны дұрыс. Ал енді үстінде неше бар? 45 азайтылған 4 болады. Значит, 41 болады. Үтірден кейінгі барлық сандарды бірге оқисыздар. 45 болады. Сосын үтір мен жақшаның арасындағы сан 4 қой. Соны алып тастайсың. 41 болады. Түсінікті ме? Давайте мына жерде бір қайталау жүйесі жасап жіберейік. Мысалға, мынандай сан болсын. Не істейміз? 7 бүтін қалдырамыз. Астында. Давайте қарақат. Астында неше 9 болады? 1 9 болады. Неге 1 9 болады? Жақшаның ішінде неше цифр көріп тұрсың? 3 цифр. Значит, 3 9 болады. Түсіндің ба? Жақша мен үтірдің арасында неше цифр бар? 2. Значит, не болады? 2 0 болады. Дұрыс. Түсінді ме? Енді үстінде қалай болады? Үтірден кейін барлық сан бірге оқылады да, ол 83.712 болады. Дұрыс па? Содан азайтылған үтір менен жақшаның арасында тұрған 83. Дұрыс па? Түсінікті ғой, да, короче? Просто мысал ретінде көрсеттім, оны есептеп керек емес та, слишком. Так, енді қарайық. Мынаның бүтін саны жоқ, мынаның бүтін саны жоқ. 0 минус 0 деген сөз, дұрыс па? 0 минус 0 плюс 3, значит 3 бүтін қала береді. Ортақ бөлім нешеге? 90. 90. 90-ды 9-ға бөлетін болса? 6. Сонда 40 минус 24. 16 қосылған 41. 27.
болды, осындай жауап бар тоже. Немесе прям не қылдыру керек болса, қысқарту керек болса, 57 мен 90 қысқарады. 30-дан 19 болады, 3-ке қысқартсақ, дұрыс па? Немесе мынандай бір тағы да бір Б уровень бар тағы да. 3 бүтін астында 90 тұр дегеніміз. Бұл дегеніміз үтірден кейін мына жерде 0 болғандықтан жақшаға дейін бір цифр болады. Ал мына жерде бір цифр болады, себебі 1,9 тұр деген сөз, дұрыс па? Ал мына 57 дегеніміз, ол мынандай 2 таңбалы саннан оның бірінші таңбасын алған кезде шыққан. 5 Қандай саннан азайтқан кезде өзінің бірінші таңбасын 57 шығарды, айтыңдаршы. Қандай 2 таңбалы саннан өзінің алғашқы цифрасын азайтқан кезде 57 шығады. ой, 7 шығатын жақта 3-тің. Айтшы мына жерге. 6. Не деп қойын мына жаққа? 63 азайту 6. Молодец. 63 болса, мынау шығатын еді, дұрыс па? Өйткені қараңдар, 3 бүтінді тағы да қалдырамыз. Міне жақшаның ішінде 9 тұр ма? Бір цифр болғасын 9 тұр. Жақша мен үтірдің арасында бір цифр тұрғасын 0-ды қоямыз, дұрыс па? Енді 63-тен 6-ны азайтсақ 57 шығады. Түсінікті ме? Сонда біздер ойлану керек. Қандай саннан? Тағы да бір сұрақ қойып көрейікші мысалға міне. Бүйтіп тұрса 1 бүтін мысалға 90-нан 29 деп тұрса мысалға 1 бүтін, значит үтірден кейін бір цифр болады, өйткені 0, сосын жақшаның ішінде бір цифр болады, дұрыс па? Қандай саннан? 30 азайту 1. 30 азайту 1. Жоқ. 3, 30 30. бар. 3. Мына жерде 3 мына жерде 6. 36-дан 3-ті азайтады. 33. 33-тен 3 азайтады. 32-ден 3. 32, дұрыс па? Қараңдар, 32 болса 32-ден 3-ті азайтсаңдар 29 шығады ғой. Түсіндіңдер ме? 32 минус 3, сонда 29 шығады. Типа солай ойланамыз да. Қызық па негізі? Прям енді Тағы беріңізші. сондай болатса дегенім ғой. Анандайлар болады мысалға. Мысалға қараңдар, сендерге айтады да, 6-дан 5 деген бөлшекті айналдырыңдар дейді, периодтық бөлшекке. Сендер не істей аласыңдар? 5-ті 6-ға бөліп отыра аласыңдар, дұрыс па? 6-ны 5-ті 6-ға бөліп отыра аласыңдар да, немесе шамалы умный болдырып, басқаша шығарып. 15 анау үстін 15-ке қалдырамыз. Үстін 15-ке, астын 15-ке көбейтеміз. Неше болады? Мынаны 15-ке көбейтсек 90. Мынаны 15-ке көбейтсек 75. Мына 0 бүтін, значит, дұрыс па? 90 болғандықтан, значит, мына 0 тұрғандықтан, үтір менен мынаның арасында, жақшаның арасында бір цифр тұру керек. Мына жерде бір цифр. 83. Түсінікті ма? Себебі 83-тен 8 алсақ 75 шығады. Қызық па? Ой, сосын қараймыз тағы дейміз. Мынаны істеп қойдық. Мен сендерге айтып ғой, мына жерден барып 3 бүтін 30-дан 19 деп бұны вообще наоборот қысқарта салуға болады, дұрыс па? Мысалға сендерден мынандай жауап шықты, и ондай жауап болмауы мүмкін варианттың ішінде. Мынандай тұру мүмкін, или мынандай тұру мүмкін деген сияқты ғой сендер. Яғни оны түрлендіріп білу керексіңдер, жақсы ма? Әртүрлі айналып, мынау мынаған тең деген сияқты. Мысалға, анадай есептері бар, шатастырады шынымен де. Сендерде жауап 2 метр деген шығады, бірақ сендерде жауап 2 метр шықты. Бірақ жауапта былай тұрады. 2 сантиметр. Ал ойбай. Б-да 20 метр дейді. С-да 0,102 километр дейді. Д-да алады да 20 дециметр дейді. Жауап 20 дециметр болады. Сендер білу керексіңдер да, типа. Сендерде жауап 2 деген шықты, сендер бірақ оны білу керексіңдер. Менде 2 метр шықты ғой. Мен барып 2 деген шықты, все деп аны белгілеп қойсам қате болады, көрдіңдер ме? Ешкім қарамайды, мына дұрыс шығарған екен, оказывается, тек белгілейтін кезінде бүйтіп шатасып кетіпті ғой деп плюс қоя салайын деп ешкім айтпайды. Сондықтан минус болып қалады. КТЛ-да егер де сондай қате жіберетін болсаңдар, әрбір қатеге еще минус 1 балл беріледі. КТЛ-да да? Иә. Дұрыс па? Сонда дұрыс жауапқа плюс 4 балл беріледі да, әрбір қатеге минус 1 балл беріледі. Сонда мынаның орнына просто оп-оңай есеп болуы мүмкін да.
мынаны белгілеп қойсам да сендерде -1 балл. Плюс 4-тің орнына -1 балл. Екеуінің разницасы 5 балл болып кетеді. Түсіндіңдер ме? Сондықтан өлшем бірліктерімен жұмысты жасаған кезде тоже мұқият болу керекпіз. Келесі. What? Жоқ. 10,9 периодта минус 0,8 периодта бөлінген 45 бүтін 5 дейді. Так, мынау негізінде 11 деген сан білесіңдер ғой? 10,9-дан 9 ғой, потому что 10,9-дан 9, ал 9-дан 9 дегеніміз ол 1. Мына 10 менен қосылып 11 болады. Так, бірақтан мен оны айналдырып жасамайын. Не істеймін? Мына екеуінің тағы да структуралары бірдей. Бүтін санынан кейін периодтың ішінде тек қана бір сан тұрып көрсіңдер ме? 10-дан 1. Просто мен мынадан азайтып салам. Не болады? 10,1 периодта. Дұрыс па? Астында менде 45. 45,5. Енді қараңдар. Мына үстіндегі сан ол 10,9-дан 1 деген сөз. Ал астындағы сан ол 45,2-ден 1 деген сөз. Неге 2? Енді жартысы сен 10-дан 5. 10-нан 5, 10 мен 5-ті қысқақ, 5-ке 2-ден 1 қалды. Не? Енді қараймыз. Мына санға бөліп жатырмыз. Бұл 9-дан 91. Келісесіңдер ме? Ал мынау 2-ден 91. Екеуінің арасында бөлу деген белгі бар. Яғни оны көбейтуге айналдыратын болсам, 91-ден 2. екеу қысқарады. Жауап 9-дан 2. Немесе бұны мен 0,2 период деп жаза аламын. Түсінікті ме? Сондай жауаптар болғаннан Мүмкін. 0,2 период деген сөз. Еще бұның тағы да басқаша түрі бар, білесіңдер ме қандай екенін? Бұл 22,2 периодтағы процент деп жазу болады еще. Неге? Ол қайта салып Жоқ, оны білесіңдер осындай. 0,5 дегеніміз ол жартысы деген сөз ғой. Жартысы дегенде сендер 50% деп жаза аласыңдар, дұрыс па? Сонда сендер санды пайызға айналдыру үшін 100%-ға көбейтесіңдер деген сөз. Да? А мынау да сан ғой. Да? Бұны 100-ге көбейтсеңдер, просто үтірі 2 рет жылжиды, қараңдар. 0-ден кейін үтір тұр, 2, дұрыс па қараңдар. Мынау 0, үтір 2 деп жатыр. А мен бұны 100-ге көбейтетін болсам, үтірі алады да тік мына жерге кетіп қалады. Сонда 22 и сосын 2-лер бесконечно, ол дегеніміз мынандай процент. 2 периодта. Ол? Дұрыс па? Яғни санды 100%-ға көбейтсеңдер, ол пайызбен жазылады. Ал егер де оны 100%-ға, пайызды 100%-ға бөлсеңдер, ол санға айналады. Бәрін біліп отырмын. Егер пайызды жазбасақ Бірінші сендерде мынандай есеп берілген, бірақ жауаптар процентпен берілген болса, онда сендер оны білу керексіңдер. Санды пайызға айналдыруға болады ғой деп, Ағай, анау пайызды жазбасақ қате болады ма? Жоқ, мен саған айтып тұрмын. Міне, мына жауап болмаса, мынандай жауап тұрса, сен оны білу керексің. Мен жаңа шыққан 12 период деген саным, ол мынаған тең ғой деп. Түсінікті ме? Оны білу үшін көп опыт керек саған. Опыт болу үшін үй тапсырмасын барлығын уақытылы орындап, ешқандай сылтау айтпай. Да? Мен вообще айтып отырғаным ғой, на будущее тоже. Көз тиіп кетпесін деп тұрғаным. Так, тік төртбұрыштың қабырғаларының қатынасы берілген енді қараңдар. 9-шы есепте тік төртбұрыш қабырғаларының қатынасы 2 бөлінген 3 дейді. 2 бөлінген 3 деген қатынас берілген қабырғаларының қатынасы. Значит, бір қабырғасы 2x, екінші қабырғасы 3x деген сөз, дұрыс па? Ал периметрі оның 40 сантиметр. Периметр қай кезде шығады? Формуласы қалай периметрдің? А қосу Б жақшының ішінде көбейту 2. А қосылған Б көбейтілген 2, дұрыс па? Ал бұл жердегі А және Б дегеніміз олына 3x пенен 2x сандары. А қосылған Б жаздым. Жақшаға алам, көбейтілген 2. Бұл біздің неміз периметріміз. Осыны шығаратын болсақ, мына жерде міне уже мына екеуі қосылып 5x болады. Қара. Екеуінде де x бар, потому что дұрыс па? 5x 12-ге көбейтсек
10x. Осы бізде берілгені бойынша 40-қа тең деп тұр. Значит, x нешеге тең? 4-ке. 4-ке тең. Яғни мына қабырғамыз біздің 8, мына қабырғамыз 12. Дұрыс па? Сұрақ. Неге мына қабырға 8? 4 қой x деген. 4-ті мына жерге қойсаң, 2 мен 4-ті көбейтесің 8. 12-ні 8-ге қосып. Мына қоясың. Енді сұрақ мынандай, оның ауданын табыңдар дейді. Ауданын табатын кезде біздер мына 12 мен 8-ді көбейте қоямыз. Сонда 96 шығады. Біз қайдан x тең болады 40 деп ба, біз қайдан алдық? 40-ты ма? Деп тұр, ал периметр 40 сантиметр деп есептің басында берілген. Периметр 40 сантиметрге тең. Периметр 40 қаяқтан шықты? Ол аға баны қосып 2-ке көбейткен кезде. Мынау мен мынаны қоссаң, 5x-ті 2-ке көбейтсең 10x болады. Теңестірдік, x-ті таптық, орнына қойдық та, енді ауданын табатын кезде просто жаңағы шыққан а мен бұны көбейтеміз. Дұрыс па? Болды. Болды, жауап сонда қалады. X тең 4 дегенді мына жаққа қоясың орнына. Сонда сенің ені 8 болады, ұзындығың 12 болады. Ауданын табу үшін ені мен ұзындығын көбейтеміз. 12-ні 8-ге көбейтсек 96 деген шығады. Дұрыс па? Түсінді ма? Так. Түсінді ма? 10-шы есеп. Мұқият тыңдаймыз. А деп айтпаңдар соңында. Бір айтам, бір оқиын, соңында сендер түсіну керексіңдер. Бірден. Арман мен Айбектің жастарының қатынасы 4 бөлінген 7. Қараймыз. Арман бар. Айбек бар. 4 бөлінген 7 дейді. Значит, 4x, 7x деп аласыңдар. Дұрыс па? Сонда кім үлкен екені көрініп тұр? Айбек үлкен екені көрініп тұр. Себебі 7x ол 4x-тан көп. Дұрыс па? Егер Айбек Арманнан 6 жасқа үлкен болса, мынадан 6 жасқа үлкен екен. Оны қалай жазамыз? Математикалық тілде. Айбек Арманнан 6 жасқа үлкен деген қалай жазайын? 4x қосу 6 Тең болады 7x. 7x. Бірақ сразу бүйтіп көрді. 3x тең 6 деп. Айбек Арманнан 6 жасқа үлкен дегеніміз екеуінің жастарының айырмасы ол 3x қой. X тең 2. Осы жерден x тең 2 шығады. Значит, Арман 8-де, Айбек 14-те. Сұрақ, екеуінің жастарының қосындысын табыңыз дейді. 22 жас екеуінің бірге. Дұрыс па? 3x қаяқтан алдық тағы да айтамыз. 3x неге азайттық? Өйткені бізге сұрақ, жауап несінде бүйтіп тұр шартында. Айбек Арманнан 6 жасқа үлкен деп тұр. Айбектің жасы 7x, Арманның жасы 4x. Мынадан үлкен екені көрініп тұр итак. Бірақ бізге айтады 6 жасқа үлкен деп. Яғни екеуінің арасындағы айырмашылық, разница 3x қой. Соны 6-ға теңестіреміз. Түсінікті ма? Егер бүйтіп айтса, екеуінің жастарын бірге қосқанда десе, онда екеуін қосамыз. Егер Айбектің жасы десе, онда 7x аламыз. Егер Арманның жасы десе, 4x аламыз. Ал анан біреуден үлкен деп айтатса, значит, не деген сөз? Мен мысалы бүйтіп айтсам, мен өзімнің інімнен 2 жасқа үлкенмін десем. Мен 2-демін деген сөз ба? Или інім 2-де деген ба? Жоқ. Екеуміздің жастарымыздың айырмасын алсақ, сол кезде 2 шығады деген сөз, дұрыс па? Түсінікті ғой? Сондықтан бұл жерде 4x айтып тұрған жоқ, 7x айтып тұрған жоқ, екеуінің арасындағы айырмашылық 3x айтып тұр. Осы 6-ға тең деген. Түсінікті ғой? 22 деген жауап бар. Болды, 10-шы есепті бітірдік. Кеттік ал. Уф деп 10 есепті бітірдік. Сағат неше қалды? 40 ма? Нормально, 20 минут бар, да? Так. Арман мен Айбек дегенді бітірдік, 11-ші есеп кеттік ал. А мен бұл сандардың қатынасы берілген, бұл мен сының қатынасы берілген. Значит, 2 қатынасы арқылы 3 қатынасы қалай табу керек деп білеміз, да? Қараймыз. А, Б, С. Бидейік. А мен Б сандарының қатынасы. 3 бөлінген 4. Значит, 3x, мынау 4x.
Б мен С-нікі. Б мен С-нікі 3х 5х. Енді осы жерден біздер бірден 3-ті қатынасты тауып аламыз, сосын барып дальше есептің шартын оқимыз. Бәрін бірден оқып керек емес, информацияның үстіне информацияны құйып керек емес, жақсы ма? Не істейміз? Ортақ бөлім табамыз. Мына екеуінің ортақ бөлімі 12х. 12х-ті жазатын болсақ, мына 4-ті 12-ге айналдыру үшін нешеге көбейттік? Мынаны да 3-ге көбейтеміз. Сонда 9х болады. Мына 3х-ті 12х-қа айналдыру үшін нешеге көбейтеміз? Мынаны да 4-ге көбейтеміз онда. Мынау 20х болады. Болды, біздер, значит, 2-2 қатынас арқылы бір 3 қатынасты тауып алдық. Дұрыс па? Дальше. Егер А саны С санынан 33-ке кем болса, мынау мынадан кем. Көрініп тұр ғой? 9х 20х-тан кем. Оны бәріміз біліп тұрмыз. Бірақ не айтады? 33-ке кем. Значит, екеуінің арасындағы тағы да айырмашылық жаңағы есеп сияқты алдымыздағы, дұрыс па? Не істеймін? 11х болады 33-ке. X 3-ке тең болады. Сұрақ. Осы 3 санның қосындысы нешеге тең болады? 27. Мынаған қосамыз мынаны, оған қосамыз мынаны. Неше болады? 41. 41х болады. Яғни x-тің орнына 3-ті қойсам, 41-ді 3-ке көбейтем, 123. Болды. Түсінікті ме? Қайдан алдық 33-ті айтыңдар шоң? 33'te А, 33 айтып тұрды ғой. Егер А саны С санынан 33-ке кем болса, А саны С санынан 33-ке кем. Мынау мынадан артық екен көрініп тұр. 29. 9х 20х-тан аз. 11х-ке аз. Осы 33-ке тең деп берілген жауап несінде. Значит, екеуінің айырмашылығын 11х-ті 33-ке теңестірсек, х 33-ке тең болады. Түсінікті ме? 41 көбейтілген 3 дедік. Не үшін 41-ді қаяқтан алдық? Ол мынаның бәрінің қосындысы 41х шығады, дұрыс па? Мынаның бәрін қоссақ 41х шығады. Значит, 41-ді 3-ке көбейтеміз. Ол 123 деген барлығының қосындысы шығады екен. Түсінікті ме? Ағай бал, қосқанда 29-ға қосқанда 30-да 29-ға қосқанда. Ой, бай, 29. 29-ға 12-ні қоссаң 41. 29-ға қоссаң 30. Так, давайте. 12-ні чиздеп оп-оңай, даже мынадан да оңай болады. Себебі былай айтылған, егер 4 санның қатынасы дейді, 4 санның қатынасы 2, 3, 5, 8 деп сендерге мынандай қылып беріледі қараңдар. Значит, бірінші сан просто 2х, екінші сан 3х, үшінші сан 5х, төртінші сан 8х деген сөз. Түсінікті ме? Иә. Сосын білейік. Бірінші мен үшінші сандардың қосындысы 84-ке тең дейді. Бірінші сан қайсысы? 2. Үшінші сан? 5. Екеуін қоссақ 7х шықпай ма? Осы 84-ке тең деп берілген. Мынау қаяқтан шықты деп сұрама. Жалпы несінде тұр шартында. X-тен 12. 12. Сұрақ 4 санның қосындысы нешеге тең дейді осы 4 сан? Ана 4 саны қосыламыз. Бәрін қосасыңдар неше болады сонда? 18. 18х болады, дұрыс па? 18-і значит 12-ге көбейт деген сөз. Сонда 216 деген жауап шығады. Болды. Қиын ба? Болды ма? Иә? 4 сан қосындысын тап дейді. Болды. Түсінікті ғой да? Так. Мен мына видеоны бұйырса жіберем ғой. Сол кезде сендер дәптерлеріңе қайтадан жазып алыңдар. Иә? Видеоны жіберем да, еще астына мына документтің несін есе қоям дейді. Прикрепить етіп қоям. Ютубқа салып қоям ғой, ютубқа салып қоям. Комиссия ютуб каналын жазам қандай екен. Подписаться етіп, лайк басып, канал көрсетсін. Сіздің каналыңыз бар? Бізде де канал бар. Қандай канал? Детский канал ма? А зачем айтпасаң, неге популярный болғым келеді? Жоқ, білетін Мен сендерді білемін, қа дизлайк қойып қоясың. Так, давайте причем. 13 давайте. 13 билейік. Мынандай масштаб берілген қараңдар.
иә? Бізде масштаб қандай өлшем бірлікте беріледі дедік? Сантиметр. Сантиметрмен беріледі дедік. Всегда сантиметрмен беріледі. Масштаб ол всегда сантиметр. Бірақ біздер мына жақтан 1, 2, 3, 4, 5 нөлін алып тастаған кезде ол 1 сантиметр картадағы қашықтығымыз 24 километрге тең деген сөз. Осындай шығады, дұрыс па? Картада 7,5 сантиметр дейді. Осы шын өмірде қанша? Просто не істейміз? X табу үшін Көбелектесін қоздырамыз. Яғни мынаған көбейтіп 1-ге бөлеміз, бірақ 1-ге бөлмей қоямыз. Просто 7-5-ті 24-ге көбейтеміз деген сөз. 7-ні 24-ге көбейтетін болсаңдар 168 болады. Сосын 0,5-ті 24-ге көбейтсеңдер 12 болады. 168 пен 12 сендерге 180 деген жауапты береді. 180 километр болады. Дұрыс па? Қалай сендер тездетіп 7,5-ге көбейту керексіңдер білесіңдер ма? Мынада 7-ге көбейтесіңдер. Сосын осы 24-дің жартысын сол шыққан санға көбейтіп қосасыңдар. Түсінікті ғой да? 0,25 берілсе, онда 6 қосамыз ба? 0,7 бүтін 6 қосып жүресіңдер ғой, түсіндің бе? Масштабпенен есептер оңай ғой да? Просто қараңдар, келесі есепте видео айтылған. Мынандай. Екі қала арасындағы арақашықтық масштабы 1 бөлінген 1.600.000 картада 30 сантиметр құрайды. Осы арақашықтық масштабы 1 бөлінген 2 миллион деген картада қанша сантиметр болады? Яғни бізде екі карта бар. Екеуінің масштабтары әртүрлі. Масштабтары әртүрлі дегеніміз біреуі, значит, үлкейтіліп көрсетілген, жақындатылып, екіншісі алыстатып көрсетілген, дұрыс па? Екі карта бар. Бірінші картадағы екі елді мекеннің арасы 30 сантиметр деп көрсетілген. Сол екінші картаға салған кезде қанша болады деп сұрақ қойылған. Есепті тез шығарудың жолын көрсетем қазір, қараңдар. 1.600.000 дегеннен 5 нөлді алып тастайсыңдар. 16 қалады, дұрыс па? Осыны көбейтеміз 30-ға. Осылай біздер шынайы қашықтықты табамыз. Көбейтіп керек емес. Сосын екінші масштаб бізде берілген 1 бөлінген 2 миллион деп берілген. 20. Значит, одан 5 нөлді алып тастасақ 20 болады. Болды, мынаны қысқартуға бөлмейміз. 8, 24 деген жауап шығады. Түсінікті ма? Екі қала арасындағы масштаб берілген. Бірінші картадағы, сол картадағы ұзындық өлшемі берілген 30. Біздер оның 5 нөлін алып тастап 30-ға көбейтеміз. 16-ны 30-ға көбейтіп. Сосын сол шыққан мән, ол біздің шынайы арақашықтығымыз болады. Бірақ ол бізге шынайы арақашықтық керек емес. Бізден сұрап тұр, екінші картадағы мәні қандай болады дейді. Сондықтан сол шынайы арақашықтықты келесі картаның масштабынан 5 нөлді алып тастап бөлу керек біз, түсінікті ма? Сол кезде шығады осылай. 8 көбейтілген 3, 24 кетеді. Түсінікті одан? 15-ші есеп. Екі ауыл арасындағы арақашықтықты көлік 120 км сағат деген жылдамдық қоды. Осындай жылдамдықпенен 3,5 сағатта өтті дейді. Енді бұл қашықтық масштабы 1 бөлінген 14 миллион деген не болатын болса дейді, масштаб болатын болса, мына қашықтық оның жүріп өткен шын өмірдегі қашықтығы мынандай масштабпен берілген картада қанша сантиметр болады деп көрсетілген. Енді қараңдаршы, біздер S тең болады V көбейтілген T деген формула білеміз, дұрыс па? Жылдамдықты уақытқа көбейтетін болсақ, бізде қашықтық шығады. V-ны T-ға көбейтеміз. 120-ны 3,5-ға көбейтеміз. 120-ны 3-ге көбейтеміз, неше болады? 360 деген. Сосын 120-ны 0,5-ге көбейтсек 60 болады. Сонда 360-ны қосамыз 60-ға. 420 километр болады, дұрыс па? Ал мына жақтан 1, 2, 3, 4, 5 нөл алып тастап 140 километр. 1 сантиметр арақашықтығымыз картадағы шын өмірде 140 километр деген мағынаны білдіреді.
Сонда бізде шыққан 420 километр. 3 сантиметр. Ол мына жақта қанша болады? Потому что 1 сантиметріміз 140, 2 сантиметріміз 280, 3 сантиметріміз 220. Болды ғой? Иә. Дұрыс па? Былай деп тұр. 140 километріміз 1 сантиметрге сыйып кетеді. 420 километріміз 3 сантиметрге сыйып кететін болады. Потому что мынаға бөлсеңдер 3 болады. Дұрыс па? Келесі 16-шы есеп. Дүкенге 48 килограмм алма әкелінді. Бұл барлық алмалардың 7-тен 4-ін құрайды дейді. Сонда бұл деген тұратын болса сөз бөлу деген сөз. Бөлу деген сөз, дұрыс па? Бұл осындай бөлігін құрайды дейді. Қараңдар. Дүкенге 48 тонна алма алып келінді. 16-шы есеп. 48 килограмм деген ол тонна. Көп сөйледі. 48 килограмм алма алып келінді. Бұл дейді, бұл барлық алып келінген алманың, алып келу керек алманың 7-ден 4 бөлігі дейді. Сонда не істейміз? 48-ді көбейтеміз 4-тен 7-ге барады. Түсінікті ма? Не үшін өйтеміз? Өйткені 48-ді бөлгенде 7-тен 4-ке андай кері не болады ғой. 48 мен 4 қысқарып 12 бола ма? 12-ні 7-ге өтсек 84 болады. Бұл жауап 84 сонда. Тек қана санның бөлігіне байланысты есептер. Оған да есеп шығардық қой біздер. Естерінде ма? Санның бөлігі деген тақырыпқа. Келесі. Тракторшы 68 гектар жер жыртты, оған тағы барлық жердің 11-ден 7-сін жырту керек дейді. Значит, 11-ден 7-сін жырту керек. Әлі жырту керек. Значит, уже қанша бөлігін жыртып қойды? 11-ден 4. 11-ден 4-ін. Потому что барлық жер 11 бөлікке бөлінген. Дұрыс па? Жер 11 бөлікке бөлінген, соның 7-еуін жырту керек әлі. Значит, 7-еуін жырту керек. 11-ден 4-еуін жыртып тастап жүр. Дұрыс па? Бүйтіп ең басында айтып тұр. Тракторшы 68 гектар жер жыртты деп тұр. Значит, 68-ді көбейтеміз. 68-ді сонда Бөлі көбейтеміз. 11-ден 4-ке. 4-тен 11-ге. Бөлеміз деген ғой. Иә, бөлеміз. Өйткені барлық жердің 11-ден 4 бөлігі ол 68, дұрыс па? Сонда оны бөлсек, номинал қысқаратып 17 болады, 17-ден 11-ге бөлсек 87 болады. Түсінікті ма? Дұрыстап ойланып жасау керекпіз ғой просто. Сандарды көрдік, сандармен жұмыс жасай бермей. Не істеу керекпіз? Ойланып, дұрыстап, мынау бүйтіп жыртылған жер болса, мынау оның қалғаны мынандай болса, значит, мынау мынандай бөлек дейді. Шамалы. Не дейді ол? Логика. Орысша айтқан кезде бұны метод рассуждения дейді. Яғни саралап тұрып, шамалы бүйтіп бір ақылға салып, бүйтіп ойланып, толғанып, сразу есеп шығарып отқан кезде сөздеріне мән бермей, біреулер алады да цифрлармен бірдемесілер істейді, лишь бы жауаптан бірдемесіге ұқсап келсе болды. Так, келесі есепті қараңдар. Берейік. Мираста 2400 теңге болды дейді. Сосын 3-тен 1 ақшасын қарындасына берді. 3-тен 1-ін қарындасына берді. Ода 3-тен 2 қалды. Ода 3-тен 2 қалды. Енді қараңдар. Қалғанының дейді. 3-тен 2. Қалғанының, короче, 8-ден 5 бөлігін ол тамаққа жұмсады дейді. 1000 теңгені жоғалтты. 800 теңге алды. Так, мираста қанша ақша қалды дейді соңында. Енді қараңдар, осы жерде есепті шығару үшін былай жасаймыз. Бізден сұрап тұр ма, қанша қарындасына берді деп? 800. Егер қанша тамақ құртты деп тұрамыз. Жоқ, мен сендерден оны сұрап отқан жоқпын. Тыңдаңдар, жауап берді, сұраққа жауап берді. Қарындасына қанша берді деп сұрақ қойылып тұрман еді. Сұрақ соңында не дейді? Мираста қанша ақша қалды дейді. 800. Жоқ. Мираста қанша ақша қалды дейді, дұрыс па? Иә, сендер бүйтіп істей аласыңдар, например. Қарындасына қанша бергенін таба аласыңдар. 2400-ді
Ой, 600. 3-тен 1-ге көбейтесіңдер. Неше болады мына жерде? 500. 800 болады дұрыс па? 600. Сонда Бір рет айтамыз. қарындасқа 800 берді. Қарындасына 800 теңге берген екен, да? 600 қалды. 2400-ден енді қарындасына берген 800 теңге алып қойсаңдар 1600 теңге болады ма? 1600. Иә. Енді ол осы қалған 1600 теңгесін 8-ден 3-ке көбейтеміз. 8-ден 3-ке көбейтеміз. Татыңдар, 8-ден 5-ін талайық қанша тамаққа құртқанын, да? 1600 бен 8, 20. 200-205-ке мың болады. Дұрыс па? 1000 теңге тамаққа құртқан екен. Сонда 1600 теңге болып еді жаңа қарындасынан кейін. 8-ден 3-ке. 1000-да азайтсаңдар 600 теңге болады. Бірақ сендер бұлай есепті шығаратын кезде ешкім сөйлемейді қазір. Мына жерде қарындасына қанша бергенін таптық. Мына жерде қарындасына ақша бергеннен кейін қанша қалғанын таптық. Мына жерде тамаққа қанша құртқанын таптық. Сосын барып сұраққа жауап бердік. Общий соңында қанша қалғандығын таптық. Бірақ қараңдар, лишняя информация болып кетті. Бұл есепті тез шығарудың жолы бар. 2400 деп жазасыңдар. Егер де 3-тен 1-ін қарындасына беріп тастаған болса, 3-тен 2 бөлігі қалады. 8-ден 5-ін қалғанының 8-ден 5-ін тамаққа құртқан болса, значит 8-ден 3-ін қалады. Қысқартамыз 3 пен. Керек емес айтып, сөйлеме. Мынау ең басында болған ақшасы, дұрыс па? Ең басында болған ақшасы, ал мынау қарындасына бергеннен кейін қалған ақшасы. Сол қалғанының 8-ден 5-ін тамаққа жұмсағаннан кейін қалғаны мынау болады. Значит, мынаны есептесек, просто жауап шығады қазір. Мынау мен қысқара ма? Жоқ, сай. 2 мен 8 4 береді. 2400 4-ке бөлсеңдер 600 деген сразу жауапқа келесіңдер. Түсінікті ма? Сонда мынаның барлығынан өтіп отпай бірден жасауға тырысу керексіңдер. Себебі уақыт бар, да? Түсінікті ма? Иә. Он 18 болды, енді 19 берді. Диаметрі 16 сантиметр болатын шеңбердің ауданын табыңдар. Шеңбердің ауданын табу үшін бізде формула PR квадрат. 2. Сонда оған радиус керек. Диаметр 16 болатын болса, радиусы 8 сантиметр. 8-ден. Давай сөйлемейміз вообще. Ертең тестті көрсетеміз. Қандай умныйсыңдар, соны көрсетіңдер да 25-тен 25 алыңдар. Болды. Қазір жағаласы басқалар түсінбей отқан кезде керек емес, жақсы ма? Вообще сөйлеме. Радиусы 16 сантиметр болса, диаметрі, значит радиусы 8 сантиметр деген сөз. Слишком оңай. Дұрыс па? Иә. Пи квадрат, яғни 3/6. Радиустың квадратын аламыз, ол 8-дің квадраты 64 деген сөз. 3/114-ті 64-ге көбейтесіңдер. Сонда сендерде 200/196 сантиметр квадрат деген шығады. Түсінікті ма? Алай, сіз біліп тұрыңыз ба, әлде көбейтіп салыңыз? Мен 8-ші рет түсіндіріп жатырмын уже мына есептерді. Сол үшін жақтадыңыз ба? 20-шы есеп. Бір жаққа асығып баратсың ба? Жоқ, онда тыңдаймыз, қараймыз. Көтеріліп отыр. 20-шы есеп. Мынандай сурет берілген, сендердің үй жұмыстарында болды, еще біздер өткен сабақта тоже жасадық. Да? Мынандай. Бұл жақта не істейтін едік біздер? Бірінші квадраттың... Мынандай жерлерін табу үшін не істейміз? Квадраттың ауданын бірінші табамыз. Квадраттың ауданын табамыз, сосын? Шеңбердің ауданын табамыз, сосын азайтамыз квадраттың ауданын, шеңбердің ауданын. Енді қараңдар, бір қызығы бұл жерде бүйтіп айтылған. Шеңбердің радиусы 9 дейді. Радиусы дегеніміз оның центрінен мына жерге дейін 9 деген сөз. Дұрыс па? Бұл дегеніміз квадраттың қабырғасы неше деген бағана? 18. Ой, 18. Дұрыс па? Мынау да 18 сонда. Тынышталамыз, сөйлемейміз. Квадраттың ауданын табу үшін біздер 18-ді квадраттаймыз. Өйткені А көбейтілген Б, бұл жерде 18 көбейтілген 18, немесе 18-дің квадраты болады. Ол 324-ке тең. Түсінікті ма? Ал шеңбердің ауданын табу үшін ішіндегі
Бұның радиусы керек бізге, радиусы 9-ға тең ғой. Пи квадрат формуласы тағы да 3,14-ті көбейтеміз екен нешеге? 81-ге. Өйткені 9-дің квадраты 81-ге тең. 81-ді 3,14-ге көбейтсеңдер 254,34 болады. Сонда мына санды азайтатын болсақ, бізде 69,166 деген бұл S боялған бөлік шығады, дұрыс па? Түсінікті ғой, формуласын шешсек осылай. Келесі 21-ші есеп. 21 деген қақта 21. Міне. Қараңдар. Дөңгелегінің радиусы 0,8 метр болатын автомобиль. Мына автомобиль салады. Дөңгелегінің радиусы 0,8 метр дейді. Мынаған дейін бұл 0,8 метр екен. Бұл 80 сантиметр деген сөз ғой, да? Автомобиль 400 айналым жасады. Қараңдар. Бір айналым дегеніміз бұл шеңбердің бір ғана ұзындығы. Ал мына жерде дөңгелегі 400 рет айналған. Сонда 400 ұзындық болады, дұрыс па? Бір ұзындық деген ол си ғой. Ал 400 ұзындық деген 400 көбейтілген си болады. Сидің формуласы қандай еді? 2 пиер. Болды, сонда 400-ді көбейту керек біз 2 пиерға, дұрыс па? Болды ғой? 400 көбейтілген 2, көбейтілген 3,14, көбейтілген радиус 80 сантиметр. 0,8 метр. Сосын мына 2 нолик арқылы үтірді түк деп жылжытып жібереміз. 4 көбейтілген 2 көбейтілген 314 көбейтілген 0,8 болып қалады сонда. Дұрыс па? 4-ті 2-ге көбейтсек 8 ғой. 8-ді мына 314-ге көбейтіп отқанда соңында бізде 2 шығады, дұрыс па? Сосын 2 шығады. Сол 2-ні соңындағы 8-ге көбейтетін болсақ, соңында бізде 6 деген тұру керек. Ондай жауапты бүйтіп қарайсыңдар, тек қана бір-ақ жауап бар бізде. Ол 2009,106 деген, 10-6 деген, ол А жауап болады. Түсіндер ма? Қалай біздер мынаны көбейттік та, сосын жауаптарына қарап жұмыс істедік. Барлығын көбейтіп, соңғы цифрларына ғана мән бердік, соңғы цифрларына мән беріп атсақ, ол 8 болады. 8-ді мынаған көбейткенде соңында 2 шығады. Соңында 2 шығатын санды, соңында 8 шығатын санға көбейтсеңдер, соңында 6 шығады, дұрыс па? 2 мен 8 6 ғой, потому что соңында. Мынандай шығады да, бұл мындай жауап тек біреуі бар болды. Так, үштік пропорцияға арналған есептер келесі кетіп жатыр. 22-ші есеп. 3 есеп қалды, болып сосын. 3-ақ есеп қалды, давайте. Мынау есептер оңай. 3 сырлаушы 5 күнде 120 терезені сырлайды. Осындай 15 сырлаушы 6 күнде қанша терезе сырлайды? Сырлаушылардың саны, сырлаушы деген сөз, сырлаушы. Мынау да сырлаушы секунд емес деген ғой. Мынау күндер. Мынау терезе. Сырлаушы деген ол жұмысшылар. Жұмысшылар көбейсе, күндеріміздің саны азайып керек. Дұрыс па? Цифрларға қарамаймыз, біздер ойланамыз просто. Жұмысшылардың саны көбейсе, олардың жұмысты жасау уақыты азаяды. Кері пропорция болғандықтан бұлчқа. Енді күндеріміздің саны көбейсе, біздер көп күн жұмыс жасайтын болсақ, терезелерді көп жасаймыз ба, әлде аз жасаймыз? Көп жасаймыз. Көп жасаймыз. Сонда көбейді. Бұл тура пропорция, дұрыс па? Болды. X-ті табу үшін сонда қараңдар. Мына 15 пен 6, мына 120-ға көбейтіледі ғой, да?
И сол бөлінеді екен мына екеуіне. Түсінікті ма? Номинал қысқарады 2, номинал қысқарады 3, 3-ті 2-ге 6, 6-ны 120-ға 720 болады. Болды. Түсінікті ма? Бұда 720 терезеді. Иә. Ағай уақыт. Екі робот 3 сағатта бір компьютер жасайды. 10 робот 12 сағатта қанша компьютер жасайды? Мына жерде дәл жаңағы есеппен бірдей. Сырлаушы деген болды ғой жаңағы алдындағы есепте. Оның орнында робот тұр. Бағана күн деген болды, енді сағат деген тұр. Терезе деген болды, енді компьютер деген тұр. Значит, ешқандай өзгеріссіз болады мына жерде тоже. Роботтардың саны көбейсе, сағатымыз азаяды. Ал сағатымыз көбейсе, компьютерлеріміздің саны көбейеді тоже. Сондықтан былай. X-ті табу үшін не істейміз айт жөнінде? Астында 2 робот 3 сағат. 2 мен 3 тұрады астында. Үстінде 10, 12, 1 тұрады, дұрыс па? Тақтаға қарап отырамыз, тақтаға. 2-ні 10-ға бөлеміз. Тақтаға жаттаймыз. 12 менен 3-ті бөлеміз. 3-ті қысқарамыз, 4 пен 2 қысқарады, 2. Сонда жауап 20 деген шығады. Түсінікті ма? Түсінбедім? Шығайш. Кім үйге қайтқысы келіп бара жатыр, қайта беріңдер барыңдар. Мен 25-ке шешіп жатсам. Барайық. 24-ші есеп давайте. М азайтылған 3,2-ден 1 минус анау оңай есеп 24-ші есеп. М минус 3,2-ден 1 тең болады 4,3-ден 2 минус 2,6-дан 5. Оп-оңай ғой. Не істейміз? М-ді қалдырамыз да мынаның бәрін көшіріп жазайын. Минус 3,2-ден 1-ді Қосу. мынаға плюс 3,2-ден 1 қылып жіберемін. Дұрыс па? Дұрыс. 4-тен 2-ні аламын, неше? Плюс 3-ті қосам 5 бүтін деймін. 3, 6, 2 ортақ бөлімі 6 ғой. 6-ны 3-ке бөлемін. 2, ортаға бөлемін 1, мына жерде 3. Қараңдар, 4 азайтылған 5. 4-тен 5 алсақ неше болады? Минус 1. И оған 3-ті қосамыз неше болады? 2. Сонда 5,3-ден 1 жауап шығады. Дұрыс па? Болды. Ондай жауап бар екен бізде. Келесі Осындай адамдар бар ғой ағай. Андай не? Егер мынау азайта алмайсыңдар ма? Ладно, онда мына екеуін қосып алыңдар. Неше болады? 4-ке 3 қоссаңдар 7 ғой. 7-ден 5 тастасаңдар по-любому 2 шығады, дұрыс па? Бәрібір. Так, келесі қараңдар. 7/8 көбейтілген 0/12 бөлінген 0,24 көбейтілген 0,39. Тең болады. Тағы да андай 0 ұтырып жылжытасыз ба? Үтірден кейін цифрлар санаймыз. Үстінде неше цифр? 3. Астында 4. үстінде 3-еу, астында 4-еу. Значит, бізге үстінде керек те любой жерге или мынадан кейін бәрібір. Давай бүйтіп жалғаймыз да. Енді 4-те 4 болды ма? Болды. 78 көбейтілген 120 болады. Бөлінген 24 көбейтілген 39. Номинал қысқарады 2 бола ма? Номинал қысқарады 5 болады. Жауап 10. Сендерде себебі жауаптарында бүйтіп тұрды 0,1, 100, 10, 0,100-ден 1. Кішкене бір нөлге қателесіп кететін болсаңдар, уже дұрыс емес жауап болады. Дұрыс па? Сондықтан осылай шығаратын болсаңдар, оңай ғой міне. Үтірден кейінгі цифрлар санадыңдар. Ол тек қана еще тек мына көбейту кезінде болады. Мына жерде плюс тұрса, дай боқ. Онда бүйтіп жасауға болмайды сендерге. Онда сендер мынаны қосып аласыңдар. Плюс деген белгіні алып тастау керексіңдер, сосын барып санайсыңдар, түсіндіңдер ма?
ана жерде көбейту тұрғандықтан біздер білеміз, мына қазір көбейткен кезде бір сан шығады, который үтірден кейін 4 сан болатын деген сияқты ғой. Қосқан кезде ондай болмайды, дұрыс па? Так, сонда мықты 10 деген жауап шығады. Болды, 25 есеп осылай. Негізі оңай ма есептер? 25-тен 25 алуға бола ма? Шанс болады. Все, керемет. Ютубқа салам, Ютубтағы не мынандай. Бұлай жазасыңдар. Берік сенсей деп жазасыңдар. Берік учитель типа. Берік сенсей деп жазасыңдар. Соңғы видео деп қарайсыңдар. Қазір шамалдан кейін оны салып қоям. Именно қашан арай? Қазір саласыз болғанда